қазір енді әр адамның алдында жаңа тарелка дейміз ғой, жаңа ыдыс береді, сол ыдысқа салып жейміз ғой енді. Бұрын енді бәріміз де кішкентай болдық, ауылда өстік, қазақпыз, альхамдулилля, мұсылманбыз, қолмен жейміз жаңағы табақты, етті деген сияқты. Мысалы, 2 адам, 3 адам бір табақтан алып отырса, мысалы, 2 адам алып отыр дейік, кейбір адамдар тамақты тез жейді ғой. Бірақ енді менің естуімше, білуімше, кейбір мынау мықты дәрігерлер айтады, жаңағы тамақ жеген кезде енді асықпай жеу керек, сонда ол асқазанға жеңіл болады. Адам денсаулығына өте пайдалы. Сіз тез жеп алып, қасыңызда адам да жеп отырса, сізде соған байқап, қарап, сізде қолыңызды жай бүйтіп қойып, ауыз тиіп отырыңыз дейді да. Мен тойдым, болдым демейді. Неге? Өйткені қасыңыздағы адамның қарны ашып отыруы мүмкін, жолаушы болуы мүмкін, жегісі келіп отыруы мүмкін. Ол сіз тоқтағаннан кейін ол да тамақты жеуді тоқтатады да, ұялып, ыңғайсызданып. Сондықтан енді тамақты әрине алдыңа қойғасын жеу керек. Бірақ жегенде де оны ысырап болмау керек, қатты тойып жемеу керек. Ол зиян денсаулыққа, өміріне, адамның зиян деп айтсақ болады. Себебі біздің аталарымыз, бабаларымыздың сөздері бар, ата сөзіміз бар. Ауру астан дейді, дау қарындастан дейді. Осындай мақал бар ғой, бұрын көнеден келатқан. Ауру астан дегенде, міне тағамды, тамақты біз дұрыс ішіп жемесек тамақты, онда ол бізге зиян болады. Сондықтан тамақты да жаңағыдай қатты тойып жемеу керек, өзінің уақытысында жеу керек. Аз жеу керек деп, ол шілей аз жеп қойса да болмайды. Өйткені ас адамның арқауы деген тағы бір сөз бар, біздің ата сөзіміз бар. Ата бабамыздан келатқан мақал. Ас адамның арқауы дейді. Кейде адам ауырған кезде айтады ғой, адам ауырдың, аунап тұрдың дейді. Сонда ауырған кезде адам сорпа ішеді, мысалы, біздің баяғыдан білетініміз. Тамақ жесе, ол ауруы тез жазылады. Неге? Өйткені ол арқау деп отыр ғой, оған жәрдем береді, көмек береді. Қатты тойып жеу, бұл макрух дейді, әдепсіздік дейді, жағымсыздық нәрсе дейді.